Құрметті достар, келесі шығатын стендап комик Армат Қанатұлы. Ассалаумағалейкум баршаңызға, қалайсыздар? Түнімен таңға дейін қаңғып, өліп шаршап, ұйқымыз келіп, бітейін деп таңғалықта үйге кетіп жатамыз ғой. И сол кезде бір орыс балыққа кетіп жатыр ғой, бесебетпен. Нағылған тұрайық ол. Орыстар балық десе өледі. Көшеге қонақтыққа киетін киімдер болмаса да, обязательно балыққа киетін киімдер болады. Семьяларынан қатты көңіл бөледі балыққа. Оларға рыбалка, семья десе рыбалка дейтін сияқты. Барлығымыздың бір ештеңені ұнатпайтын, ештеңені жақтырмайтын бір тәлпіш достарымыз болады. Балдармен жиналып бір тамақ ішейін деп күшті бір ресторанға кіресің, ана дос балаң тұрады да, мынау столовый ғой дейді ол. Болды, баға беріп жатады да ол. Біреудің аузы ұрылып, миллиондап ақша салған ресторанын столовыйға салды да. Как будто ол туғаннан ресторанда тамақ ішіп жүрген сияқты айтады да. Былай қарасаң өзінде столовый түгіл киоскі да жоқ. Жалпы өмірде ондай адамдар өте көп. Ойлашы, өмірде Toyota Camry'ді ұнатпайтындар бар. Camry машина емес дейді. Camry машина емес дейді, өзі қыстырылып автобуста кетіп жатады. Приорыны өмірінің мәні көретін жігіттер бар. Бар ақшасы сал. Ақшаны салып ойлайтын сияқты, соңында ұшады деп. Кәдімгі әлемдегі ең потолок машинаны айтсаң да, приор деп қатайып алады. Олар үшін өмірде бірінші орында приоры, ата-ана денсаулық тұратын сияқты. Жалпы біздер бір спорттан, өнерден бір қазақ көтеріліп кетсе, неге біз оларды шетелдің өнер жұлдыздарымен бағалаймыз? И бір қазақ күшті көтеріліп кетсе, мынау қазақтың Мессиі, мынау қазақтың Майкл Джексон. Неге? Мысалы, былай қарапсаң, Аргентинаның бір ауылында, мынау біздің болашақ Аргентинаның Сәрсенбайы деп айтпайды ғой, мысалы. Или бір Голливудтың үлкен концертінде келесі болып шығатын Американың Ғұбайдолласы Энтони айтпайды олай. Неге біздер қазақтың Сәрсенбайы, қазақтың Ғұбайдолласы деп айтпасқа? Залда көлікті жаңадан айдап үйреніп жүргендер бар ма? Машина айдаған кезде ең ертегі қасыңда папаң отырғаны ғой. Явный нәрселерді айтып отырады ғой. Қазір оңға ораласың. Пешеходтан адамдар өткізіп жібереді. Дайындал, сажалап жүресің. Қазіргі кезде халыққа айтуға болмайтын әңгімені айтатын, халыққа көрсетуге болмайтын нәрселерді көрсететін телебағдарламалар көбейіп кеткен. Мен алдында сондай бір бағдарламаны көрдім. Тележүргізуші бір қызға сұрақ қояды: сіз неге өзіңіздің пәктігіңізді саттыңыз дейді. Ана қыз: ауылыма құбыр жүргізейін деп. Нағылған патриотизм ғой. Былай қарасаң, Қазақстанның барлық ауылдарында құбыр жоқ та. Ең өкініштісі, осыны еліміздің кәдімгі каналдарынан беріп отыр да. Еші дерскі қылып, нән жазумен тақырыбын жазып қояды ғой. 15 жасында ана атанды, 12 жасында қыз емес. Ал осыдан кейін қалай қарамайсың ба? Дәл осы бағдарламалардан кейін қалаулым ең ұқыпты, ең үлгілі болып қалды. Еще бұлардың оправданиялары бар екен. Біз осыны көрсету арқылы халық қайталамасын дейміз. Қалай ол? Мен мысалы баламның көзінше арақ ішіп, балам сен арақ ішпесін деп ішіп отырмын демеймін ғой мысалы. Или балам маманың тұратын себебін сені қыз балдар сыйласын деген демеймін ғой мысалы. Бұлай айтқанда телеканалдағы рейтингтар көтерем деп эфирдағы өмірдегі рейтингтарын түсіріп алды да. Жалпы осындай бағдарламаларды эфирден алып тастау керек деп ойлаймын. Менде осымен бітті. Барлығына үлкен спасибо. Арматқа құрмет, қошемет достар, давайте қаттырақ, давайте шашап қаттырақ. Керемет күшті. Бір көңілге көтеріп алайықшы, давайте.